Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Өзін-өз тану сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы ақиқатты жолға алып, адалдықпен өмір бастаймыз. Екінші сабақ. Сабағымызды бастамас бұрын 5 ережесін еске түсірейік. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Ережені еске түсіріп, сабақтың тәртібін сақтап, оқып білуге талаптанып, тыныштықты сақтап, бүгінгі күнімізді татулықпен өткізейік. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі ақиқат, адалдықтың бастауы. Ал балалар, ал ендеше адалдық дегеніміз не? Жарайсыңдар балалар. Адалдық дегеніміз адам бойындағы таза ниет. Адал адамның ойы таза, сөзі шынайы, ісі ерікті болады. Адалдықпен өмір сүру өмірдің басты заңы. Адалдық ол адами қасиет. Ал балалар, қалай ойлайсыңдар? Адамдар неліктен адал өмір сүру керек? Дұрыс айтасыңдар балалар. Әр уақытта адам адал өмір сүрсе, оның өмірі тыныш, еңбектері жемісті, өмірлері берекелі болады. Сондықтан әр уақытта адал, шыншыл болуымыз керек. Инабатты, ізетті, кішіге қамқор болсақ, әр уақытта шындықты айтсақ, нағыз адам бола алатын боламыз. Ендеше балалар, бүгінгі менің сендерге дайындап келген сыйлығымды қабыл алыңыздар. Түлкі мен ешкі ертегісі. Түлкі мен ешкі. Ыбырай Алтынсарин. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда бір ешкі су іздеп жүріп әлгі апанға кез болып түлкіні көреді. «Ей, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті. «Ой, не қыласын, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ысықтап өліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық су бар екен» депті түлкі. Мұны естіп ешкі, «Мен де салқындайын, әрі су ішейін» деп ойлап, секіріп апанға түсіпті. Сонда түлкі секіріп ешкінің үстіне мініп, онан мүйізіне табан тірепті де ырғып далаға шығып жөніне кетіпті. Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болар деген сөз осыдан қалыпты. Балалар, ертегіні көріп болсаңдар, сұрақтарға жауап берейік. Балалар, түлкінің айтқаны шындыққа жата ма? Әрдайым шындықты айтқан дұрыс па? Кәне ойланып көрейікші. Я балалар, түлкінің айтқаны шындыққа жатпайды. Түлкі айлакерлік пен ешкіні орға жықты. Әрдайым шындықты айтқан дұрыс. Өйткені шындық, шыны ақиқат. Балалар, біз тек қана шындықты айтқан кезде ғана мерейіміз үстем, ісіміз оңынан, жүзіміз жарық болады екен. Сондықтан да әрдайым шындықты айтып, өтірік сөйлемеуіміз керек. Ендеше балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Әбдірахман Асылбековтың әдептілік әліппесі өлеңін бірге оқимыз. Атам менің әмәнда, кіші пейіл бол деген, ақыл сөзі санамда, мақтанбауды жөн көрем. Атам менің әмәнда, бол дейтұғын бауырмал,
мынау байтақ ғаламда қаншама дос бауыр бар. Атам менің әмәнда, бол дейтұғын тіл алғыш, үлкендерден содан да алып жүрмін кіл алғыс. Атам менің әмәнда, мейірімді бол деген, ақыл сөзі санамда, жас үлкенге жол берем. Атам менің әмәнда, ынтымақшыл бол деген, бірлік болса адамда, шын бақыт қой ол деген. Сонымен балалар, бұл өлеңнен не түсіндіңдер? Атасы немересіне қандай өсиет айтты? Жарайсыңдар балалар, атасы немересіне кішіпейіл, бауырмал, тіл алғыш, мейірімді, әрқашанда достарымен ынтымақ бірлікте бол деп өсиетін айтқан екен. Балалар, сендер де осы аталарының айтқан барлық қасиеттерін бойымызға сіңірсек, біздің өмірден алар орнымыз ерекше және де бағындырар белестеріміз биік болмақ. Балалар, үйге тапсырма. Сыпайы қоян ертегісін үлкендердің көмегімен оқимыз. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.